сіздерге бүгін ұлттық тағамның бірі наурыз көжесін дайындап көрсеткім келіп тұр. Ендеше наурыз мерекесінде ең ұлттық тағамымыздың бірі ол наурыз көжесі. Бұл наурыз көжеге 7 түрлі дәм қосылады. Мінекей, ет, бұл ет молшылықтың, тоқшылықтың белгісі. Сонымен қатар айран немесе сүт, ол ақтың белгісі. Және сонымен құрт, тұз, бұл тұз астың дәмін келтіреді. Судай адамның көңілі мөлдір болсын деп суды қосады екен. Сонымен қатар мінекей бидай немесе күріш тағамдарын қосады екен. Осындай 7 түрлі тағамды қосу арқылы біз сіздермен наурыз көже пісіргім келіп тұр. Мынау бізде мейіздің ол да бір тағамға қосылатын дәм беретін дәмдердің бірі екен. Балалар, біз ендеше наурыз көжені дайындаймыз ба? Ендеше мен ол балалармен наурыз көжені дайындап жатсам, тағы бір ұлттық тағамымыз бауырсақ бар екен. Бұл бауырсақты қыздар дайындай берсін. Қыздар, жарай ма? Қане, наурыз көжеміз пісіп қалған екен.